Арма қазағым, бүгін мен сіздерге Гильгамеш эпосы туралы айтып бергім келіп еді. Бірнеше сұрақтарыңыз болды. Енді мен сіздерге интернетте оңай табылатын ақпаратты бергім келмейді. Интернетте таппайтын ақпаратпен бөліскім келеді. Сонымен Гильгамеш ол не туралы эпос болады? Гильгамеш тұңғыш эпос болады, достықты жоғарғы деңгейге көтерген. Гильгамештің алдында бүкіл эпостар, дастандар, жаңа поэзия дейтін нәрселердің барлығы еркек пен әйелдің ортасында болатын жаңағы махаббат туралы болған. Гильгамеш енді ол екі ер азаматтың достығы туралы, және ол эпос ол достықты жаңа деңгейге көтереді. Басында Гильгамеш өте нашар кісі болады, және халық құдайларға жалынып Гильгамешті жазалауды талап етеді. Сөйтіп құдайлар Гильгамешке Энкиду деген кісіні жібереді. Ол өте пак кісі болады, әулие деп айтуға болады. Энкиду Гильгамешті қаладан алып кетіп, Гильгамешті пак жолына түсіруге тырысады. Содан кейін жаңағы Гильгамеш бір күні Инана деген құдай анаға кездеседі, және Инана Гильгамешке ұсыныс жасайды, маған көңілдес бол деген сияқты. Бірақ Гильгамеш одан бас тартады да, сөйтеді бұқаның ашауын кесіп тастап, Инананың бетіне лақтырады. Инана құдайлардың алдарына барып, Гильгамешті жазалауды талап етеді. Сөйтеді құдайлар Энкидуны өлтіріп тастайды. Энкиду өлгеннен кейін Гильгамеш өте үлкен қайғыға, депрессияға түсіп, өлімдердің орталарына барып, тозаққа түсіп, Энкидуны қайтадан өмірге келтіруге тырысады. Бірақ Энкидуны өмірге қайтадан әкеле алмайды. Сонымен Гильгамеш жаңағы құдайларға қарсы шыққан тұңғыш сын қатер құдайларға тастаған кейіпкер болады. Және ол Прометейдің бастамашы болады. Прометей болмай тұрған кезде алдында Гильгамеш болған. Орфей тозаққа түсіп өзінің эвредикасын қайтаратын кейіпкер, қайтарғысы келген кейіпкер, оның алдында барлығында Гильгамеш болған. Осы сондай бұл дастан болады. Гильгамеш физикалық жағынан жеңіліп қалса да, бірақ оның рухани жеңісі, оның адамгершілігі, оның батылдығы, оның адалдығы, соның барлығы бүкіл адамзаттың мақтанышы болып қазіргі уақытқа дейін қалады. Аман болайық, қазағым. Тыңдағаныңыз үшін алғыс.